Сәлем достар, сіздермен бірге Жансая. Бүгін біз сіздермен бірге куриный рулет дайындаймыз. Бізге қажетті заттардың барлығы видеоның астында описание бөлімінде жазылады. Соус дайындау үшін бізге қажет заттар: тұз және бұрыш, лимонның соғы, 2 чеснок және сұйық май. Алдымен сұйық майымызға тұз, бұрышты және чеснокты үккіштен өткізіп салып аламыз. Бір ас қасық лимон соғын құямыз, жақсылап араластырамыз. Кейін тауықтың төс етін алып, ортасынан жіңішке қылып бөліп аласыздар. Тауығымыздың үстінен целлофан жауып, жақсылап бетін пресстап ұрып аласыздар. Осылай менікіндей балға қолданасыздар, болмаса оқтаумен ұрсаңыздар да болады. Екі жағынан кезек-кезек ұрып аласыздар. Біздің тауығымыздың еті жұқа болып қалуы тиіс. Тауығымыздың үстіне бағанағы дайындап алған соусымызды екі жағынан айналдырып жағып аламыз. Тауығымызды целлофанға салып, маринадтап қойып қоямыз. Осы уақытта қамырын дайындаймыз. Ол үшін бізге қажет сыр, майонез, ұн, тұз, бұрыш және жұмыртқа. Үлкен бір ыдысқа 6 жұмыртқамызды жарып салып аламыз. Миксердің көмегімен көпіргенге дейін араластырамыз. Жұмыртқамыз көпірді, үстінен тұз, бұрышымызды қосамыз. Сырды кез келген үккіштен өткізіп аласыздар. Сырды жұмыртқаның үстінен салып, майонезімізді қосамыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Үстінен ұнымызды қосып, тағы да араластырып аламыз. Противеньға пергамент қағазын жайып, қамырымызды құйып, біркелкі қылып жазып аламыз. 180 градусты қызып тұрған пеште 10 минутқа салып пісіріп аласыздар. Қамырымыз дайын болды. Осылай 4 шетін көтеріп, пергамент қағазынан шамалы босатып аласыздар. Және де суығанын күтеміз, қатты суытпаймыз. Қамырымыздың сыртынан ұстап көргенде жылы болып тұрса жеткілікті. Қамырымыздың үстіне тұздалған тауық етін видеодағыдай қойып шығасыздар. Кейін қамырымызды жақсылап ораймыз. Ортасынан орын қалдырмай, тығыздап орағандарыңыз дұрыс. Кейін рулеттің бойынан үлкендеу қылып, фольга кесіп аласыздар да, ортасына рулетті салып, жақсылап орап аламыз. Екі шетін де бүктеп ішіне қарай қайырасыздар. 180 градуста 40-45 минут пісіріп аламыз. Біздің рулетіміз дайын болды. Суығаннан кейін дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Өте дәмді рулет. Сіздерге дайындауға кеңес беремін. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.